Өнерге әркімнің ақ бар талас деп Абай атамыз бекер жырламаған ғой. Оның рас. Сан түрлі өнерді меңгерген тума таланттар қаншама. Оған дәлел желіні жарған мына бір құрылысшы. Шынымен де кәсіби бишілердің өзі дәл осындай биді билеуі екіталай. Құрметті көрермен, дәл осы биді қайталай алмасаңыздар да, біздегі шағын би сабағындағы қимылдарды қайталап үйренсеңіздер болады. Қайырлы таң достар. Бүгін біз өзбек халқының хорезм биі қимылдарын үйренеміз. Хорезм биінің негізгі қол қимылдарының бірі қолымызды білезіктен бос ұстап сілтейміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл қол қимылына аяқ, иық және бас қимылдарын қосуға болады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі негізгі қимылдың бірі ләбі шакар, тәтті ерін деп аударылады. Саусағымызды ерімізге тигізіп, басқа адамға тәтті ерінімізді сыйлаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Екінші түріне иығымыз қосылады. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді осы қимылдарды өзбек костюммен билеп көрсетейік.